Достар, бүгін біз сіздермен чикен дайындаймыз. Ол үшін бізге тауық қанаттары қажет. Керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Осылай қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, тұз және сұйық май қосып, үстіне мұздай су құйып 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін құрғақ ыдысымызға аламыз. Осылай дүкенде дайын кіляры сатылады екен. Мен осы дайын кілярды ала салдым. Осылай 3 ас қасыққа кішкене су құйып, бөлек ыдысқа құрғағын салып, бірінші су құйған кілярымызға батырып аламыз, сосын құрғағына салып аламыз. Жақсылап әр жерін салып алғаннан кейін дайын қызып тұрған сұйық майымызға 4-5 минуттай пісіріп аламыз. Қып-қызыл және өте дәмді болып піседі. Істеп қарауларыңызға кеңес беремін. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет.